Ауқатты ауылында мемлекеттік қолдаусыз-ақ кәсібін дөңгелетіп отырған тұрғындар бар. Осыдан бірнеше жыл бұрын мал шаруашылығын бастап, бүгінде еңбегінің жемісін көріп жүрген жерлесіміз қазір 50-ге жуық сауын сиырды бағып отыр. Сүт өнімдерін жолға қойған кәсіпкермен тілшіміз тілдесіп қайтты. Миннаркүл Базарқұлова барлық сүт өнімін табиғи жолмен, яғни арнайы техниканың көмегінсіз дайындайды. Өнімдерін осы уақытқа дейін жергілікті дүкендерге өткізіп келген. Енді отбасы өздерінің жеке дүкенін ашып, тұтынушыларға тауарды тікелей сатуды қолға алыпты. Қазіргі таңда қаймақ, сарымай, құрт секілді ұлттық сүт өнімдерімен қатар көже мен шорода көпшілікке ұсынылады. 2011-де кредит алдым 2 миллион. Содан осы сиырдан бастап, мынаның бәрін қолмен жасаймыз. Магазиндерге өткізгенбіз. Бәрін өзіміз қолдан жасап, магазиндерге өткізбек. Келін бой бермей, енді өзіміз сатайық. Өзіміз магазин ашайық деп, міне магазин ашып жатырмыз. Қаймақ жасаймыз, сарымай жасаймыз, құрт жасаймыз. Қазір енді оған қосып көже жасап жатырмыз. Табандылық пен тынымсыз еңбектің арқасында шағын шаруашылық бүгінде тұрақты кәсіпке айналған. Отбасы табиғи өнім өндірумен қатар оны тұтынушыға тікелей жеткізудің де тиімді жолын тауыпты. Ендігіде олар өндіріс көлемін ұлғайтып, өнім түрлерін көбейтуді жоспарлап отыр. Ең бастысы сападан айнымай ұлттық тағамдардың табиғи дәмін сақтап қалу. Айгерім Қожабайқызы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.